мысалы менде недавно мындай жағдай болды. Менде емделіп жүрген бір қыз бүйрегіне липома киста өскен бүйрегіне киста өскен 1,8-2 сантиметрдей. Сөйтіп біз емде жүріп, одан да бөлек мыңғырық ауру болды, анемиясы болды, ЖКТ-да проблема, өтінде застой, хронический запор деген сияқты проблемалар өте көп болды. Емделіп жүреді бізде. Сөйтіп Аллахтың қалауымен повторный консультацияда уже почкенді кистасы кетіп қалған. Сөйтіп кистасы кетіп қалады, альхамдулиллах, результат алады. Хотя оған врачтар айтты, кистадан кейін, кистаның емі ол тек қана удаление дейді, операция жасайды дейді. Бірақ біз Аллахтың қалауымен, Аллахтың мейірімен ол кистаны ешқандай операциясыз ішкі құрылыстарын, дефициттерін толтыра отыра, инсулин резистентный состояниемен жұмыс жасай отыра, клеточный уровеньде жұмыс жасау арқылы кетірдік, альхамдулиллах. И сөйтіп ол кісі жоқ болып кетеді. Бір 2 жылға ма, 3 жылға жоқ болып кетті деймін. Сосын бір қиын ситуация болады. Сосын тексеріліп бастайды ғой енді денсаулық мазалағаннан кейін. Сөйтіп қараса, щитовидкасында узел пайда болған. Сол узелмен бірнеше эндокринологта болады. Бірнеше эндокринологта болады, и бүкіл эндокринологтар не айтады? Все, узел не лечится дейді. Содан кейін барып қайтадан мен тауып келедім. Басында бір узел болған кезде келмейді. Әрқандай эндокринологқа барып жүреді. Бәрі айтады, только удаление, операция деп. Содан кейін қайтадан мен кеше маған келген кезде анализге жібердім ғой, базовый чекапқа. Қарасам уже бір узел емес, 2 узел болып кеткен. Вот. Сіздер ақшаларыңыз аяп жүрген кезде ауру асқына береді. Ешқандай ауру процесті сіз ақшаңыз жоқ екенін, сіздің жағдайыңыздың онша емес екенін, бала шағаңызды оқытып атқаныңызды қарамайды. Вообще ауру еш нәрсеге қарамайды. Сіз стресске түскен сайын, депрессияға түскен сайын өрши береді. Сондықтан, пожалуйста, кез келген аурудың алдын алу бүгіннен басталады. Бүгіннен. Ертең 20 жылдан кейін, 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, енді біз бармыз ба жоқпыз ба білмеймін, бірақ сол кезде дәрігерлерді іздеп, әркімнің артында жүрмес үшін қазірден бастап денсаулықтарыңызды қолға алыңыздар. Элементарный нәрсені жасаңыздар. Таңертең просто ыстық су ішу, жаңағыдай тірі су ішу, уақытылы ұйықтау сағат. Онdan кем емес уақытта ұйықтап қалу, спорт, дұрыс тамақтану деген сияқты заттарды регулярно жасайтын болсаңыздар, иншаллах көп аурудың алдын аласыздар.